Сәлем достар, сендермен бірге Есене апай. Балалар, бүгін біз ұбт-да жиі кездесетін сұрақтардың бірін талқылап көретін боламыз. Сұрақ: 20 ғасырдың 20 жылдары ақш қабылдаған Германияның әскери экономикалық күш қуатының қалпына келуін одан әрі жеделдеткен жоспар дейді. Бізде вариантта Монро доктринасы бізде 1823 жылы қабылданды. ақш-тың Латын Америкасына қатысты сыртқы саясаты болды. Бұл жерде Германияға қатысы жоқ болды. Енді келесі Юнг жоспары тұр. Юнг жоспары ол 1929 жыл Германияның репарациялық төлемдерін қайта қарау үшін қабылданған жоспар болды. Ал жаңа бағыт, ол бәріміз білеміз, 1933 жылғы ақш-тың экономикалық саясаты Франклин Делано Рузвельттің жоспары болды. Ал бұл жерде жауап, балалар, бізде бұл Д жауабы болды. Гувер жоспары. Гувер жоспары 1920 жылдары ақш бастамасымен Германияға экономикалық көмек көрсету, қаржылай қысымды азайту туралы жоспар болған екен. Яғни біздің сұрағымыздың жауабы ол, балалар, Д болды. Сендерге барлығы түсінікті болды деген ойдамын.